Саламатсыздар ма, құрметті менің каналымның оқырмандары. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жабыстырылған кірпікті қалай шешеміз. Яғни жабыстырылған кірпікті үй жағдайында немесе салон жағдайында шешіп үйренетін боламыз. Сіздерден каналыма тіркеліп лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Ең бірінші біз клиентіміздің көзінің астына патчимызды жабыстырып аламыз. Патчиді қалай жабыстыру керектігін бізде алдыңғы сабақтарда көрсеткен болатынмын. Және микробрашпен өзімізге қажетті, өзімізге ұнаған ремуверді алып, кірпіктің түп-түбіне жағатын боламыз. Яғни бір кірпікте қалмау керек. Бізде кірпік пен көздің жаңағы жабыстырылған жеріне жаңағы ремуверді толықтай жағып шығатын боламыз. Солайша біз 5 минут уақытымызды засекать етеміз. 5 минут уақытымыз өткеннен кейін ақырындап пинцеттің немесе микробраштың көмегіменен ақырындап осы кірпіктерімізді алатын боламыз. Кірпіктерді алып жатқан кезде кірпікті қатты тартуға болмайды. Себебі жаңағы ремуверіміз клиенттің көзіне кіріп кететін болса, ол көзді міндетті түрде ашытады. Сондықтан да біз клиентті алдын ала ескертеміз. Көзін қатты жұмбауын өтінеміз. Жаңағы ремувер ішіне кіріп кетпес үшін, және де кірпікті тартып жатқан кезде, егер де ауырсыну жағдай болатын болса, айтуын өтінетін боламыз. Егер де кірпік толықтай түспеген жағдай болатын болса, біз қайтадан ремуверімізді жағамыздағы 1-2 минут уақыт тағы да күтетін боламыз. Себебі бізде кірпік толықтай шешілу керек. Егер де бізде кірпік толықтай шешілмейтін болатын болса, ол беті қолды жуған кезде, кірпікті жуып, ремуверді кетірген уақытта әппақ іздер қалып қалатын болады. Ол бізге ары қарай кірпікті жалғау кезінде өте кедергісін өте қатты келтіретін болады. Сондықтан да біз кірпіктерді толықтай алып тастауға тырысамыз. Видео ұнап жатқан болатын болса, сіздерден лайк және подписка. Рахмет. Ал енді тағы да 1-2 минутымызды өткіземіз дағы, кірпіктерімізді аламыз. Осылайша кірпіктеріміз мінекей алынып жатыр. Кей жағдайларда міне осылай кірпік өте қиын алынатын жағдайлар болады. Осылайша кірпігімізді, егер де міне алдыңғы жақтағы кірпіктер алынбай тұр, көріп тұрғандарыңыздай, бұл кірпікті мен 1,5 ай бұрын жабыстырып берген болатынмын. Тағы да ремувер жағамыздағы тағы да отырғызып қоямыз. Осылайша түбіне прям кірпіктің жабысқан жеріне біз тағы да ремувер жағып, тағы да 1-2 минут уақыт отырғызамыз клиентті. 1-2 минут тосқаннан кейін біз ары қарай кірпікті алатын боламыз. Егер де осы кірпікті алу туралы сіздерде немесе басқа да сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийға жазып кетулеріңізді сұраймын. Мен алдағы уақытта міндетті түрде сол сіздердің сұрақтарыңызға видеоменен жауап беретін боламын. Рахмет. Міне осылайша кірпікті тосамыз. Жаңағы айтқанымдай, мен кірпікті өстіп отырғызып клиентті осылайша шешемін. Кей жағдайларда клиентті жатқызып қойып та кірпікті шешеді. Ол кезде кәдімгідей өзінің арнайы пенкасымен жуып, көзден ремуверді кетіреді. Ал біз бүгінгі кәдімгідей клиентті раковинаға кәдімгідей көзін арнайы пенкаменен өзіне жуғызамын. Мен көбінесе солай істеймін. Себебі адам жақсылап жуып береді. Өзіне берсе күштілеп жуып береді. Сондықтан да таза болу үшін солайша жасаймын. Енді өстіп кірпіктерді мінекей
аламын. Алынбағанын қазір мен беті қол жуғаннан кейін 1 штук кірпік қалды. Міне көріп тұрғаныңыздай 2 штук. Сол кірпіктерді егерде қазір жуған кезде кетпейтін болатын болса, онда пинцеттің көмегімен алып тастаймыз. Мінекей кірпігімізді жуғаннан кейін кетті толықтай. Енді клиентімізді ары қарай кірпік жабыстырып, өзіміздің клиентіміздің қалауы бойынша объеммен кірпікті жабыстыратын боламыз. Бүгінгі сабаққа тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.